Мен Абылаева Жанар, нөмір 20 Зейнолла Шүкіров атындағы орта мектебінің ұйымдастырушы педагогымын. Менің бағдарламамның тақырыбы оқушылар арасындағы топтық сайыстар. Бұл бағдарламада 7-8 сынып оқушыларына арналған сыныптарды жұмыс. Біртұтас тәрбие тұжырымдамасының негізінде жас ерекшеліктерін ескере отырып жасалған. Айына бір рет жұмыстайын ретінде ұйымдастырып топтағы оқушылардың ынтымақтастықта жұмыс жасауы, креативті ойлап шешім қабылдауына, топ алдында өз ойын ашық жеткізе білуіне негізделген. Мақсаты оқушыларды ынтымақтастықта жасауға дағдыландыру, функционалдық сауаттылықтарын арттыру, оқушыларды ортаға бейімдеу. Міндеті топтық сайыстар арқылы топта жұмыс жасау, тез және креативті шешім қабылдау, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже топтық талдауға қатысушылар белсенді болуы, бірлескен шешім қабылдай алады, көпшілік алдында ойын жеткізе алады. Негізінде бұл топтық сайыс айына бір рет контингент 7-8 сынып оқушылары. Менің жыл бойына жасалған тақырыптарым алтын қақпа, көмбе, шежіре, ой көкпар, сөзмердер, тілдарын, жаңғату, жерұйық, қызық екен, алтын сақа. Неге соның сіздерге бір тақырып назарларыңызға әкеліп отырмын. Негізінде алтын қақпа тақырыбы топтық сайыс. Бұның мақсаты оқушылардың білім деңгейін көтеруде, логикалық ойлау қабілетін дамыту, топпен жұмыс істеуге үйрету. Ойын негізі 3 кезеңнен тұрады. Тас қақпа, күміс қақпа, алтын қақпа. Ережесі: әр қақпадан өту үшін оқушылар сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. Соңғы алтын қақпаға жеткен кезде жүлде сандығын ашуға мүмкіндік алады. Бұл бірінші кезеңде 7 сандар қандай теңдеулер айтылады, еліміздің астанасы қай қала, неге баланың мектебіне үміт табады. Екінші кезеңде нефте ұлттық валюта теңге деп аталады. Екінші, қазақ даласында ұлы даланың 7 қыры саналған құндылықтарды атаңыз. Аз тәукенің шектер арсатты, заң жинағы қандай бөлімдерде тұрады. Ал соңғы 3-ші кезеңіміз, бұл барлық кезеңнен өткен топ алтын қақпаға жеткен соң соны ашып, жүлде сандығын алады. Білімді мыңды шығар, білікті бірді шығар, жүлдеге қол жеткен топқа жүлде беріледі. Назарларыңызды қойып тыңдағандарыңызға рахмет.